Ассаламу алейкум. Сіздермен Қазақбай арнасы. Біздің видеоларға лүпіл басып, ұнап жатса достарыңызбен бөлісіп, астына жақсы пікірлер жазып беріңіздер. Ер қанаты ат. Қазіргі әлемде көліксіз елестету мүмкін емес. Неше түрлі қымбат көліктер, түрлі дизайнмен, моторлары күшейтіліп күніге шығып жатыр. Эксперттердің зерттеуі бойынша жер бетінде 1 миллиард 200 миллионға жуық көлік жүріп жатыр екен. Оның бұзылғаны қанша, аварияға түскендері қанша. Көліксіз адам тіршілігін елестету қиын. Осы көліктердің ең бірінші бастауы жылқылар, солай емес пе? Сіздер ботай мәдениет туралы естулеріңіз бар ма? Әрине, көбісі естімеген, тіпті елестетудің өзі қиынға соғады. Бірер минуттардан кейін қандай мәдениет екенін білетін боласыздар. Бастапқыда жылқылар жабайы жануарлардың қатарында болған. Жабайы жылқыларды қолға үйреткен біз деп әртүрлі мемлекет сөз жарыстырып таласуда. Европа тарихшыларының таласуы бір бөлек, жылқы десе төбе шаштары тік тұратын орыстардың тарихшылары біздікі деп таласуын қайтесіз. Шындығында жылқыларды қолға үйреткен кім? Тарихтың терең сырларын ақтарып отырып, бір қызықты фактілерге тап болды. Жабайы жылқыларды қолға үйреткен энеолит дәуіріндегі ботайлықтар болып шықты. Олар кімдер деп миларыңыз қатып отырған шығар? Ботайлықтар деген қазіргі Қазақстанның шекарасында өмір сүрген қазақтар. Сол себепті жылқыны ең бірінші қолға үйреткен қазақтар болып шықты. Сондай-ақ жылқыны алғаш үйреткен қазақ болса, сәйкесінше қымызды да алғаш татып көрген қазақтар. Қымыз туралы келесі ролигімізде айтатын боламын. Ал қазір сізге осы ролик ұнайтын болса, бізге лайк басып, тіркеліп, ары қарай жақсы қымбат мағлұматтар алып отыра беріңіздер. Көптеген мағлұматтарды қарадық. Тіпті британдық тарихшылардың өздері де мойындап, жылқыны тізгіндеген қазақ екенін айтып дәлелдеген. Шығыс Қазақстанда орналасқан ботай мәдениетінің орнына әлемнің түкпір-түкпірінен археологтар келіп қазба жұмыстарын жүргізген. Бірақ осы мәдениетті зерттеп ең бірінші қазба жұмысын бастаған ұлты неміс болса да, өзін қазақ ұлымын дейтін отандасымыз тарих ғылымдарының докторы Виктор Зейберт. Ғалымдар бекер ауыздарын көпіртіп қазақ ұлты жылқыны үйреткен деп айтып жүрген жоқ. Ғылыми дәлелдерге сүйене отырып мәлімдеме жасаған. Қазір біз сіздерге дәлелдерді тізбектеп айтып беретін боламыз. Бірінші дәлел. Ботай қонысын 158-ге жуық тұрғын үйлердің іздері табылған. Екінші дәлел. Осы жерден жылқылардың бас сүйегі шыққан. Үшінші, түбінде қымыз майының қалды қалған қыш құмыралар. Төртінші, әр табылған бас сүйектің тістерінен бірдей ауыздықтың іздері табылды. Сол себепті ат абзелдерінің де бастамасы осы қазақ ұлтынан басталған. Әлі де жылқы баласын үйреткен біз деп таласып жүргендер тарихты қанша бұрмаласа да өздерін кете алмайды. Қазақтың жылқыға деген көзқарасы, оның құрметтеуі ерекше болған. Қазақ ұлты әр адамның өмірін осы жылқымен тығыз байланысты етеді. Оған өлең, жыр, дастандар, мақал, мәтел, ертегілер шығарып отырған. Қазақ өз баласын мінезді етіп тәрбиелеу үшін үйретілмеген жылқыға отырғызып, өмірдің неше түрлі ауыртпалықтарына дайындайтын болған. Жылқысыз қазақты елестету қиын. Көне заманда жалғыз қалған қазақ баласы мен жалғыз қалған жылқының құлыны екеуі бір-бірін тауып бірге өскен. Құлын кең жауырында айғыр болып, бала батыр болып, екеуі талай елдің шаңырақтарын жау қолынан сақтап қалған екен. Содан бері ер қанаты ат деген мақал шыққан деседі. Иә, бұл аңыз әңгіме, бірақ ақиқатқа жақын аңыз. Міне осыдан бастап жылқыны қолға үйрету үрдісі пайда болды. Қазақтардың бастауымен алған көлік құралы қазіргі таңда адам тіршілігінің маңызды құралы болып қалды. Сол себепті қазіргі неше түрлі көліктердің түп тамыры өзіміздің Қазақта жатыр екен. Біздің видеоларға лүпіл басып, ұнап жатса достарыңызбен бөлісіп, астына жақсы пікірлер жазып беріңіздер.